Барлықтарыңызға сәлем қыздар. Бүгін біз қонақ келгенде көп уақытты қажет етпейтін және тез дайын болатын рогалики дайындайтын боламыз. Ол үшін ең алдымен жылы су және шекер жұмыртқамызды салып араластырып жібереміз. Кейін оның үстіне сұйық май мен ашытқымызды салып тағы да араластырамыз. Енді сұйық массамызға ұнымызды бірнеше бөліктерге бөле отырып араластырып, жұмсақ етіп қамыр илейміз. Нәтижесінде жұмсақ, қолға жабыспайтын жұмсақ қамыр дайын болып шығады. Және қыздар, бұл тестаның бір плюсы, қонақ келген кезде көтерілгенін күтпей, сол мезетте пісіре берсеңіздер де болады. Бірақ мен бұл жерде сәл көтерілгенін күттім. Көтерілген күтсеңіздер де ешқандай разница жоқ, дәмді болып шығады. Қамырымыз көтеріліп шықты. Енді осы қамырды екі бөлікке бөліп, жақсылап қатты қалыңда емес және жұқада емес, орташа қалыңдықта жайып аласыздар. Бұл жерде қамырға ешқандай да ұн себудің қажет жоқ, өйткені қамырымыз қолға жабыспайды, жұмыс жасау оңай. Қамырларыңызды жайып болғаннан кейін видеода көрсетілгендей үшбұрыш етіп жақсылап кесіп аласыздар. Салмасына өз қалауларыңыз бойынша нутелла немесе вареный сгущенка, шоколад салсаңыздар да болады. Мен варенье салдым, бірақ тәттіні көп ұнатпайтындықтан жартысына ғана салдым. Енді дайын болған рогаликаларымызды противенге орналастырып, бетіне жұмыртқаның сарысын жақсылап жағып шығамыз. Достар, егер менің рецепттерім ұнап жатса, каналға тіркеліп, лайк басып, комментарий қалдыруды ұмытпаңыздар.